Амастырма балар, қалдарын қалай? Балар мынандай бір екі есеп қарастырып жіберейік. Индуктивтік катушкада тоқты 1 амперге өзгерткенде 0,6 секунд ішінде 0,2 вольт электр қозғалыс күші пайда болады. Контур осы катушкадан және сыйымдылығы 141 нанофарад конденсатордан тұратын генератор шығаратын радио толқын ұзындығы қандай? Енді радио толқын ұзындығы формуласын жазып қояйық. Бірінші лямбда тең болады В көбейтілген Т. Енді периодын Томсон формуласы арқылы шығара саламыз. 2π турасында L көбейтілген С. Енді екіні бірге қояйық. Сонымен лямбда тең болады В көбейтілген 2π турасында L көбейтілген С. Соны үлкендеу дұрыстап жазып қояйық балар. С сыйымдылық бұл жерде бізде сыйымдылық бұл үшінші теңдеу. Енді балалар бұл жерде индуктивтік жоқ, біз енді электромагниттік индукция құбылысына арналған Фарадей заңын жазып жіберейік. Эпсилон тең болады минус дельта фи бөлінген дельта Т. Дельта фиіміз L дельта И. Яғни тоқтың өзгерісіне пайда болып майтағын өзгерісіне тоқ өзгерді деген сөз ғой. Енді осыны 5-ті 4-ке қойып қайдан жазайық. Эпсилон тең болады L дельта И бөлінген дельта Т. Балар модулын анықтап жатқан кезде минустан басын жазбай қоюға болады. 6. Енді осы жерден L-ді өрнектеп шығарып алайық балар. L тең болады эпсилон дельта Т бөлінген дельта И. Дельта И. Бұл біздің 7. 7-ні 3-ке қоямыз деп жазсалайық балар. 7-ні 3-ке қоямыз. Сонымен лямбда тең болады 2π В турасында L-дің орнына эпсилон дельта Т көбейтілген С бөлінген дельта И деген осындай формуламыз шықты. 8-ші формуламыз шықты. Енді орнына қойып есептей салайық балар. Алдымен бірлігін шығарып алайықшы балар. Нараға лямбда тең болады. Лямбда тең болады. Бұл жерде метр бөлінген секунд. Турасында эпсилондікі вольт көбейтілген секунд. Мына конденсатордікі С Q бөлінген У. Burada кулон бөлінген вольт болады. Кулон бөлінген вольт болады. Идікі Q бөлінген Т, кулон бөлінген секунд, кулон бөлінген секунд. Сонымен балар кулон мен кулон қысқарды, вольт пен вольт қысқарды. Енді секунд квадрат түрден секунд шығады, сонда ол секундпен қысқарады. Метр қалды, бірлігіміз шықты. Және қорытып шығарған формуламыз дұрыс деген сөз. Ары қарата есептеп шығара беруге болады. Лямбда тең болады 6,28 көбейтілген 3 көбейтілген 10-8 дәресі метр бөлінген секунд. Турасында екі 10-1 дәресі көбейтілген бірлігін жаза берейік. 6-10-2 дәресі секунд. Сыйымдылығы 141 10-9 дәресі фарада. Бірлігін және шығарып қойғанбыз балар. 1 ампер. Сонымен бірлігі шыққан. Енді дәресін шығарайық балар. 10-12 -6 -10-2 дәресі шықты. 10-2 дәресі. 141-ді 12-ке көбейтіп түбірден шығарып арғата жазып саламыз. 28. Сонымен балар 141 көбейту 12 141 көбейту 12 1692 1692-ден түбір шығарды. 41 бүтін. Енді оны көбейт салайық балар. Көбейтеміз 3-ке, көбейтеміз 6,128-ге 774,9 775 деп жазсалайық балар. 775. Сонымен толқын ұзындығымыз шықты. 77,5
километр болды. Келесі есепті шығарайық балар. Тербелмелі контурдағы электромагнит толқындарының энергиясы 0,15 миллиджоуль, тербеліс жиілігі 400 кГц, конденсатордың максималь зарады 50 нанокулон. Осы контурдағы қатысқан индикаторын анықтаңыздар дейді. Енді алдымен балар Томсон формуласын жазып қояйық. Т тең болады 2 пи түбірасында L көбейтілген С. Индукте осы жерде тұр екен. Ол үшін екі жағын квадраттап жіберейік. Сонда Т квадрат тең болады 4π квадрат L көбейтілген С. Енді осы жерден L тауып алайық балар. L тең болады Т квадрат бөлінген 4π квадрат көбейтілген С. Үшінші теңде бізде балар жиілік берілген. Тіміз жиілікке әр уақытта кері шама. 4 сондықтан жиіліктің орнына қоятын болсақ, онда L тең болады 1 бөлінген 4π квадрат нью квадрат көбейтілген С деген осындай бір жақсы формуламыз шықты. Енді бізде балар символдық жоқ, энергия бар, заряд бар. Енді электр өрісінің энергиясын білеміз. Q нулевой квадрат бөлінген 2 С. Осы жерде символдықты таба саламыз. С тең болады Q нулевой квадрат бөлінген 2 электр өрісінің энергиясы 7. 7-ні 5-ке қоямыз деп жазып қойып балар. 7-ні 5-ке қоямыз. Сонымен L тең болады 1 бөлінген 2π ньютон квадраты көбейтілген Q нулевойдың квадраты бөлінген 2 электр өрісінің энергиясына. Енді бөлшек үстіне барады. 2 W электр өрісінің энергиясы бөлінген. Мұның бәрін 2π нью Q нулевой деп квадратын ала салайық балар. Ақшамдап жаздық. Бұл біздің сегізінші теңдеу болсын. Басы мен аяғын біріктіріп бір жаз жерек. L тең болады 2 W бөлінген 2π нью Q нулевойдың квадраты. Енді орнына қойып есептеу ғане қалды. L тең болады электр өрісінің энергиясы 2 көбейтілген 5 10 - 4 дәресі джоуль бөлінген 6,28 көбейтілген 4 көбейтілген 10 дәресі герц көбейтілген Q нулевойымыз 5 10 - 8 дәресі кулонның квадраты. Енді балар бұл жерде бірлігі генри өте оңай шығып тұр. Балар генри. Енді дәресі жарық балар. 8-ден 2-ні аламыз. -6 -6-ның квадраты -6 квадрат -12 үстіге шығады +12. Нарда 5 дәресі екен ғой. Килогерц кешіңізде. Дәресі шықпай жатыр. 5 дәресі. Сонымен 8-ден 5 аламыз. -3 -3-тікі квадрат 6. Сонда +2 қалды. +2 +3. Сонда мұнды нарда тағда 4 жерде 5-ін балар 20 болып тұр. 20 болып тұр. Сонда жерде 20 тағы бірі қосып 6 болады. 6 -2 қалады. -4 үстіге дәреже қалған жоқ. Сонда 8-ді 10-ды дәреже қандай дәреже қалған жоқ балар. 10-ды бөлемін 6,28-ге бөлемін 2. Сонда бізде 0,6 шықты. Және тағы да бөлем ғой. Бөлем 6,28 бөлем 2 рез бөлем квадраттайым 0,163 0,6 деп жазсалайым балар. Сонымен L тең болады 0,6 генри болды. Осымен балар сабағымыз аяқталды. Қош сау болыңыздар.